Махалла сөзі қарақалпақ тіліне аударғанда қандай мағына береді? Жекеме. Қолыңызды қойыңызшы. Жауабы бір ауыздан түрік тілі. Әлде қарақалпақ па? Енді ол қырғыз тілінен аударылған деп есептеймін. Иә, менде сол қырғыз тілі деп пайымдап отырмын. Ойбай. Түбіміз бір, тіліміз ортақ, түбіміз бір. Армысар құрметті көрермен, бұл түркі тілмаш интеллектуалды ойыны. Дұрыс жауап берсең ақшатасың, қателессең селт ете қаласың. Бүгін бізде қонақта Еуразия ұлттық университетінің филология факультетінің деканы ақын ағамыз Серзат Дүйсенғазы және жыршы, термеші ақын Күнсұлу Түркпен. Қолдарыңызға 10 мың теңге, алдарыңызға 10 яшық. Барлық сұраққа дұрыс жауап беруге тілектеспін. Рахмет. Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Мен Серзат Дүйсенғазы, Еуразия ұлттық университетінің филология факультетінің деканы, ақын, Қазақстан жазушылар мүшесі. Бүгінгі түркі тілмаш бағдарламасына қатысқанына қуаныштымын. Себебі түркі халықтарының барлығының бірлігінің бүтін болғанын қалаймын. Мен қазір өзім осы ұлттық өнердің өкілі ретінде барша түркі халықтарының, түркі мемлекеттердің біразын араладым, қазақтың өнерін насихаттадым. Соның ішінде әсіресе бізге ең жақындар енді қырғыздар мен қарақалпақтар, тілі жағынан, мәдениеті жағынан. Енді өзбектер, өз ағаларымыз осы елдерге барып, Әзербайжандарға барып, біздің қазақтың мәдениетін насихаттадым. Іргедегі Ресейдегі татар башқұрт елдерінде бардым. Түркілердің бірлігі бүтін болғаны мен үшін өте маңызды. Армысыздар, қадірлі көрермендер, бүгінгі бағдарламаға келгеніме қатты қуаныштымын. Расымен де түбі бір түркі халықтарының негізі бұл негізін тарихы, мәдениеті және оның салт дәстүрі біріктіреді. Мен өзім ұстанып жүрген қасиетті жыр өнері де түбі бір түркі халықтарына ортақ қазына. Себебі мынау Алтай, Тыва, Құмық халықтары, мынау Балқан түбегіндегі елдер, Орта Азияның көптеген жаңағы түркі халықтары, Қарақалпақ, Өзбек, түркі халықтары сол елдердің ішіндегі бұл кәдімгі өзегі жойылмайтын тарихы терең, тамыры терең өнердің бірі осы жыршылық дәстүр. Сол түркі халықтарының сазы мен сөзін үйлестіріп, бүгінде осы өнердің жолында келе жатқан жайымыз бар. Мен дәл тап қыпшақ тобы деген көрейік бірінші. Иә. Қыпшақ тобы. 1000 теңге. Махалле. Махалле сөзі қарақалпақ тіліне аударғанда қандай мағына береді? Сіздерге достарыңызға қоңырау шалу мүмкіндігі бар. Мен енді бірден айтайын, махалле деген бұл үй деген мағынаны береді, баспана деген. Бұл тек қана қарақалпақ тілінде емес, басқа көптеген тілдерде бар. Маған өте жақын болып тұр бұл сөз, махалле сөзі. Қарақалпақтардың тұратын баспанасы деп ойлаймын. Тамаша. Қарақалпаққа сен жақындаусың ғой, жоққа сен естіген шығарсың. Құрметті ағайындар, Астана қаласы жазушылық филиалының басшысы белгілі ақын Бауыржан Бауыржанұлына қоңырау шалып жатырмыз. Бауке, ассалаумағалейкум. Мынау түркі тілмаш бағдарламасының қазір тікелей эфиріндеміз. Сізге жаңағы бір сұрағымыз бар. Қарақалпақ тілінде аударғанда махалле сөзі қандай мағына береді дейді осыған. Қандай дейді? Махалле. Махалле. Махалле деген жалпы не ғой? Махалла болу керек негізі. Өзбектің сөзі ғой. Қарақалпақ тілінен гөрі өзбектің сөзі қауымдастық қой. Бір махалла болып, бір ауыл болып, бір көше болып отырады. Солай деп айтады. Яғни ауыл деген мағына білдіреді, махалла деген. Ауыл емес, бір көше дегенге келеді. Көше. Мен үй деп айттым, бірақ сол мен қате болып тұр ғой, көше ғой махалла деген. Бір махалла дейді, бір топтасып отыратын жер ғой негізі, топтасып. Бір махалла. Бірнеше не деген, бір махалла деген, бұл өзбектің сөзі негізі, қарақалпақ тілінде махалла деп айтылмайды. Яғни өзбектен қарақалпаққа кірген сөз, е? Кірме сөз. Солай болу керек. Махалле деп тұр ма? Иә, махалле, екілі. Махалле деп тұр. Махалле. Махалла деп айтады ғой, не? Кәдімгі өзбектерде болады, соғыс бір отыратын өздері махаллесі, өздерінің ауылдары. Мен де естіген сияқтымын махалла дегенді. Мен жаңа баспана үй деп айттым. Жақсы, көп рахмет онда. Ары қарай өздеріңіз талқыласаңыздар болады. Енді негізі Бауыржан ағамыз бұл кісі Нөкістің тумасы, ол жақта дүниеге келген. Қазақстанда енді тұрғанмен, өскенмен бұл жақта енді жастық шағы сол жақта өткен. Сондықтан енді бізден бір жақсырақ біледі деп ойлаймын. Енді
өзбек тілінен енген сөз деп тұр ғой. Қарақалпаққа енді әрине ол Өзбекстан құрамында болғаннан кейін кейбір сөздер енеді, және туысқан халық болғаннан кейін. Сол бір көше деген сияқты ұғым береді деді ғой. Қауымдасып отырған үйлердің, топтасып отырған үйлердің. Дұрыс жауабын көрейік. Қабылданады. Жақсы. Мен де негізі қатты алысқа кетіп баспана үй тұр. Дұрыс қой, төркіні дұрыс екен. Келдім екен. 11 мың теңге, әрі қарай кеттік. Кезек Күнсұлуда. Ал Күнсұлу енді. Мен түркі әнін бөлімін таңдағым келіп тұр. Рұқсат болса. Түркі әні? Ал көрейік. Өзіме жақын. 5. Ақша қанша деген? 1000 теңге ма? Түсірмейін. Құдай қашып 11 мың теңгеміз бар. Бұл Қай тілді? башқұрт. Башқұрт тілінде мен де сөз ойлаймын. Иә, башқұрт тілі. Башқұрт тілінде ұқсайды екен. Анасы күн нұрынан, әкесі самұрық. Бұл жаңағы башқұрттардың Алтай халықтары дейді ғой. Сол Алтай халықтарындағы Урал батыр деген эпос бар. Урал батыр. Иә, Урал батыр. Сол эпостың ішіндегі Хомай деген образынан шыққан ән. Башқұрт тілінде дейді. Башқұрт тілінде. Урал батыр деген башқұрттың эпос екенін білемін, бірақ енді ол Алтайлықтарда да бар ғой деймін, Урал батыр деген. Сол менің естуімше Алтайдан енген эпостардың бірі болды. Бірақ башқұрттың Татарстанға бір үлкен конференция болғанда башқұрттың үлкен ғалымының осыны талдағанын білемін. Башқұрт. Башқұртша екен. Мінекей. Айола Хомай. Айола Хомай дейді. Хомай деген Хомай. Дұрыс. 12 мың теңге. Хомай тазы осыдан шықты деп отырсыз ғой. Хомай деген бір құс бар. Ал. Келесі мен таңдайын ба? Иә, сіз таңдаңыз аға. Мен 50-50 деген таңдағым келіп тұр. О, тамаша. 5. Көтереміз ба аға? Ақшаңыз ба? Жоқ, біз 1000 теңге деген бере аламыз, алдын алып бере алмаймыз. Біз екеуміз өте сараң болып отырмыз. 1000 теңге. Чере дейді, чере. Чөре. Мынау Чуваш тілінен аударғанда қандай мағына? Чуваш. Чөре. Чөре. Оқылуы чөре. Негізі аға бұл енді чөре. Жүрек дегенге негізі былай дыбысталу жағынан, интонация жағынан жүрекке келеді. Бірақ енді кірпікте болуы мүмкін. Кірпік. Чөре. Жүрек. Түріктерде мысалға кірпікті геприк дейді. Жоқ, олар істеді. Кішкене ұқсайды мынау жаңағы. Қайсы мағынасы? Иә, дене мүшелерінің сөздері кішкене ұқсайды көп түркі халықтарының сөздерінде. Сондықтан дыбысталу жағынан жүрек деп ойлаймыз ғой. Енді қате болса қате болады, жүрек деп отырмыз енді. Атышы шірек. Жүрек. Дұрыс жауабын көрейік. Шын жүректен. Иә, шын жүректен. 13 мың теңге. Сіздерде әрі қарай 5-2 мың теңгеге дейін көтеруге мүмкіндік бар. Ал, жақсы. Мен мынаны уайымдап отырмын. Енді зылдап қалмаса екен. Тауып жібер. Өзің. Негізі саған оғыз жақын осы. Иә, жоқты көрейік онда. 1000 теңге ғой 1000. Назукат сөзі өзбек тілінен аударғанда сыпайы деген мағынаны білдіреді. Назукат. Нәзік. Нәзік шығар сол. Назлы гүлім дейді. Назды гүлім. Енді түбірі бәрібірде енді наз ғой. Біздің қазақ тілінде де наз сөзі сондай бір жаңа сыпайылықты, инабатты. Иә, солай. Дұрыс. Төркіні, сол сияқты негізі. Иә. Наз деген сөздің өзінің түбірі сол сыпайдан шықпай ма? Иә. Сыпайы, назды. Иә. Иә. Аға, иә? Иә. Дұрыс жауабын көрейік. Иә. Дұрыс па? Дұрыс қой, иә ғой. 14 мың теңге. Әрі қарай кеттік. Машалла. Күшті. Біраз ақша таптық енді. Бензинге уайымдамайтын болдық бүгін. Мен келесі мен таңдаймын ғой? Иә, сіз таңдаңыз. Менің таңдауым бойынша кішкене фильм дегенге барғым келіпті енді. Фильмді көрейік ал. Тамаша. Ал фильм. 5. Иә, бұған 1000 теңге. Мен 2000 теңге жақсы. 2000 теңге. Бұл фильм қай тілде тәржімаланған?
Mehrimдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Аллах Таала өз ырайымы менен Куранды түшүргөн. Ал адамды жараткан жана ага сүйлөөнү үйрөттү. Ал ай менен күндү асманга жөнөттү. Ал асманды көтөрүп, жердеги нерселердин тең салмактуулугун Оятар. Кандай дейсиңер? Биз эмне себептен Курандын ар бир аятын ырайымдуу Аллах деген сөз менен баштайбыз. Ырайымдуулук Аллахтын ысымдарынын бири. Туура. Анын ырайымдуулугун кантип билсек болот? Ал адамдарга сүйлөгөндү үйрөттү. Туура. Я енді ол қырғыз тілінен аударылған деп есептеймін енді. Иә, менде сол қырғыз тілі деп пайымдап отырмын. Иә. Себебі біраз түсінікті тіл, бізге жақын тіл. Өте жақын тіл. Бізге енді жақын екі тіл бар. Ноғай тілі, содан кейін қарақалпақ тілі. Мен енді ноғай тіпті қазаққа өте жақын. Қырғыз тілі, түсіндім дегендердің барлығы қырғыз тіліне келетін сияқты. Сондықтан мен қырғызша деп ойлаймын. Әлде қарақалпақ па? Жоқ, қарақалпақ тілі кішкене дыбысталу жағынан көп сөздердің ішінде қарақалпақша кішкене сөздер аздау негізі. Ал ноғай ше, ноғай. Ноғай дегенге тоқтайық та? Ноғайға. Ноғайға тоқтайық. Ноғай. Дұрыс жауап берсеңіздер 16 000 теңге болады. Қателессеңіздер 12 000 теңге қалады және серт ете қаласыздар. Сіздердің сұрағыңыз? Ноғай. Ноғай. Дұрыс жауабын көрейік. Ой, Бірінші пайымымыз пайым екен ғой. Чөл арыстаны киносы. Жақсы енді ештеңе етпейсің. Тыңда тап. 5 Мың. Evet, dün gece oldukça uzundu. 4 saate yakın bir toplantı sürdü. Avrupa'nın 8 lideri buluştu. Neden 8 lider? Öncelikle tartışma buradan koptu. Avrupa içindeki diğer liderler bazıları davet edilmekten, edilmemekten, bazıları da bu toplantıya asla, bu barış karşıtı toplantıya asla katılmamaktan şikayetlerini dile getirdiler. Şikayet edenler, yani davet edilmemekten şikayet edilenler Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi ülkelerde. Жауабы бір ауыздан түрік тілі. Европадағы бір ахуалды оқиғаны айтып жатыр. Сонда Европа сөздер, мысалы, түріктер Европа дейді, Европаны. Қатты мән беріп тыңдамадым, бірақ уже әу дегеннен түрік тілі екені. Басқа түрік халқының бәрі, олар кеңес үкіметінің шапанынан шыққан, олар Европа деп айтады. Европа дейтін ол түріктер деп ойлаймын. Дұрыс жауап берсеңіздер 13 000 теңге болады. Қателессеңіздер 11 000 теңге қалады және серт ете қаласыздар. Сіздердің сұрағыңыз? Түрік тілі. Түрік тілі. Дұрыс жауабын көрейік. Түрік тілі. 13 000. Тест дегенді көрейік, тест. 5 Тест. 2 000 теңге. Тәуекел енді, қайтарып қояйық жаңа. Кетті, есеміз кетіп қалды, қырғызды біліп тұрып, қайтадан шатысып кеттік. Әне, ал енді, мынау саған байланысты енді. Түркмен тілін алдырғандағы енді күнсіз түрікке жауап береді. Чөй сөзі түрікмен тілінен аударғанда қандай мағына береді? Су ғой енді. Су. Кірпік емес. Шеге емес. Қой емес. Қой емес. Қой мен су. Жоқ, су. Чөй. Су. Шүй деген сөзді. Чүй ме, мұй ма? Чүй ғой. Анау түрік тілінде де бар. Гүй болса қой болуы мүмкін. Негізі мына түрік тілінде мына әріп астында өрнегі бар, бұл ч. Ал енді түрікмен тілінде гуй. Су немесе қой ғой, екеуінің біріне тоқталу керек. Екеуінің біреу. Менің ойымша қой шығар. Ана гүй сияқты анау. Гуй сияқты қая бірақ. Қ анау ше. Г болып оқылу керек. Қой. Аха, қой дегенге. Соңғы жауабымыз қой. Дұрыс жауабын көрейік. Ойбай. Шеге, ойбай. Ал масқара. Мәссаған. Жарайды. 11 000. Ал жақсы 11 000 жетеді екен. Құдайға шүкір. 11 000. 5,5 мың теңгеден. Келесі. Так, қай бөлімдер қалды өзі? Дәл тап оғыз тобы, дәл тап қарлық тобы, дәл тап сирек тіл. Оғыз тобы дұрыс шығар, иә? Бізге оғыз енді оғыз. Иә, оғыз тобын көрейік. Сыр бойынансың ғой оғызда. 5
1000. 1000 теңге. Артық. Қорқып қалдым ақшаны ақша қоймадыңдар. Ойбай, Микс сөзі Азербайжан тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? миксер деген. Миксер деген болса ғой, білесіңдер ғой? Микс. Енді қазіргі былай заманауи тілмен Сен нелер жырлайсың ба? Нелерді? Лейлі мәжнүндерді? жоқ, оларға келмеді маған. Микс деген сөз мен енді Азербайжан тілінде бұрын естімеппін. Бірақ енді заманауи тілде бұл кәдімгі аралас сондай мағына береді негізі. Миксер деген, миксер деген сөз араластыру. Иә. Дұрыс, аралас деген сөз шығар. Ортақ нұсқа? Ортақ нұсқа араласу. Дұрыс жауабын көрейік. Шеге 2 рет келді. Гуй және микс. Микс деген сөз. Мақшеге ма? Мих екен ғой. Кешірім сұрайым. Жарайды, бақаша. Ал, таңда енді. 10 000. Мен таңдайым ба? Иә, сіз таңдайсыз аға. Мен сирек тілді таңдаймын. Кумак сөзі сары ұйғыр тілінен, сары ұйғыр. Аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Кумак. Сары ұйғыр тілі қатты бір алыс. Сары ұйғыр деген ұйғыр емес, ана ұйғыр емес, бұл басқа ұйғыр. Басқа ұйғырлар ма? Иә. Бұл енді көне тілді, сары ұйғыр тіл деген. Құмақ деген Кумак. Қа ғой. Иә, Кумак. Құймақ, дұрыс. Құймақ ұқсайды. Құймақ. Бірақ нақты бір сол жаңағыдай бәспе-бәс Құймақ қойын. Жоқ енді құмақ басқа ғана сөз білемін. Құмалақ қылмасын. Иә, құймақ. Құмақ, қызғу. Сіздердің нұсқаларыңыз? Құймақ шығар деп ойлаймын. Нақты сенімді емеспін, бірақ балама жауап ретінде сынуға болады. Құймақ па, жоқ олды. Мына ойым болып тұр ма? Мынау қатысы ғой деген дейік тоғы. Сары ұйғыр тілін өмірімде естіп көрмеппін. Ортақ нұсқа? Құмалақ. Құмалақ деген жақсы. Құмақ? Құмақ деген енді не құмақ деген? Құймақ бар. Сол жаңағы құймақты көрейік. Қуу деген бар, сол құймақты көрейік. Құмалақ бар. Иә, құю. Иә, сондықтан жаңағы біздің ойымызша құймақ шығар. Құймақ. Дұрыс жауабын көрейік. Тәуекел енді. Құмақ. Біз тіптен басқа әлемде жүрміз ғой. Құймақ. Негізі түбі бір негізі олардың бәрі. Түбі бір, иә. Сөйтіп кәдімгідей балама жауаптармен де табуға болады. Құймақ деген өз құм. Сары ұйғыр тілі, жаңа сіз айтқандай тіптен бөлек ел шығар. Жақсы, тәуекел енді. Ақшамыз азайып қалды. Алып тастауға бола ма? Соңғы не қалды ғой? Дәл тап қарылық тобы. Соңғы ма? Иә. 5. 1000-нан асырмаймыз. Тағы ұйғыр. Мәхкима. Сөзі ұйғыр тілінен аударғанда қандай мағына береді? Дұрыс жауап берсеңіздер ақшаларыңыз 2 есе көбейеді. Солай ма? Мәссаған аға. Барыңыз саға сау. Мәхкима. Сіз құтқармасаңыз. Мәхкима. Мен ойлаптым, мекеме деген сөз шығар. Мәхкима ғой. Бірақ бағанада байқасаңыз, ұйғыр тілі түбірі арқылы тауып алатын сөз, қырғыздың, мысалға түріктің сияқты. Мекен деген келем? Иә. Сондай сөздер емес екен да, тіптен басқа мағына болып шығады. Мәхкима емес, мәкима. Мекеме, иә, сонда сіз ше? Мекеме, мүмкін мекеме. Ортақ нұсқа? Мекеме. Иә. Нақты жауап? Сізге сенем аға. Білмеймін, мен... Нақты жауап? Тоқ соғатын ба сошы өлем точно. Өлем маза қалды. Нақты жауап? Ағаның жауабымен қорытындылаймыз. Мекен шығар, мекен. Мекеме аға, мекемеге тоқтайық. Мекеме. Дұрыс жауабын көрейік. Бисмилла. Мекеме.
Қолыңызды алып қойыңызшы. Бәрекелді. 18.000 теңге. Мына бүгін түркі тілмаш бағдарламасы маған ұнады. Себебі өте қызық. Бір қысқа ғана уақыттың ішінде бір сондай бір керемет әсер алдық. Түркі тілдердің бәрінің негізі бұл бағдарлама арқылы түбірі бір, шығу тегі бір тілдер екенін анықтауға болады бірден. Сондықтан жаңағы бүгінгі бағдарламаның маңызы өте зор екен. Яғни біздің барша түркі тілдерін бұл көрсетсе, осы түркі тілмәшті олар да өздерінің бауырлас екенін, туысқан екенін сезінетін болады деп ойлаймын. Бұл бағдарламамен жасай берсін, осы бағдарлама арқылы достығымыз арта берсін. Расымен де бүгін тамаша қызықты ойынның куәсі болдық. Серікзат аға, өзіңіздің кәдімгі білім пайыңыздың арқасында кәдімгі біраз сөздердің баламасын, мағынасын тауып көкжиегіміз кеміп қалды. Расымен де бағдарламаның халыққа беретін тұсы өте көп. Әрине түркі халықтары бұлар кәдімгі тілдері жағынан бір-біріне өте қатты ұқсайды, және қарым-қатынас тілінде де түркі халықтары бір-бірін аудармашысыз түсіне алатын деңгейдегі тілдер болып табылады. Түбірі арқылы немесе жаңағы бір сөздің баламасы арқылы табуға да көп негіз бар. Сондықтан бұл бағдарлама сол елдердің кәдімгі достық қарым-қатынасын, ауызбірлігін нығайтады деген үлкен сенімдемін, және шығармашылық топқа үлкен сәттілік тілеймін. Алаш қайраткері Мұстафа Шоқай, балаңды қай тілде тәрбиелесең, сол ұлтқа қызмет етеді дейді. Бағдарламаның мақсаты екі адамды ұстап алып, отырыс қойып, тоқпен соғу емес. Бағдарламаның мақсаты түркі әлемін тани тұрып, қазақ тілін түркі әлеміне насихаттау. Ал тоқ тек шоудың элементі ғана. Сіздердің тұстарыңыз 18.000 теңге. Құтты болсын аға. Рахмет, бәрекелді. Құтты болсын. Бүгін бір жақсы бай